Біз енді Шәуілдірдің азаматымыз ғой енді, білесіз мені. Сол ауылдан, әкемізден естіген әңгімелеріміз ғой енді. Бұл өзі Шәмші Қалдаяқов темір совхозында өскен ғой. Темір совхозында туған, темір совхозы емес, ол ар жағында бірінші анау Саркөл деген көлде туған ғой. Бірақ енді кейін мына темір совхозға әкесінің аты Анафия сораға көшіп келіп тұрған кезде бала кезінде сол совхоздың жанына табыры мен сығандар келеді. Табыры мен сығандар келіп қонып атқан кезде жаңағы сығандардың арбасы сынып қалады да Шәмшінің әкесі Анафия деген кісі бар, соның дөңгелектерін жөндеп, әкесі ұстап алған кісі. Дөңгелегін жөндеп, сөйтіп сығандарға көмектеседі. Содан шығанның өзінің барон дегендер болады ғой, басшылары. Сол барон деген басшысы, ойбай, айналайын, сен мықты бір азамат екенсің, қолыңнан іс келетін азамат екенсің, сен күнде біздің мына неге келіп, сақ түйектерімізді жөндеп беріп тұр дейді. Содан Анафия баласы Шәмшіні ертіп алады да, соның үйіне барып, майда шүйде сынықтарын бәрін, сынғандарын жөндеп жүреді. Сонда кішкентай Шәмші Изольда деген қызымен екеуі бірге ойнайды. Тарихы негізді. Изольда деген қызбен бірге кішкентай кезінен ойнап өседі. Уақыт өтеді. Үлкен азамат болып Шәмші осы консерваторияға оқуға түседі. Сонда Зеленый базарда жүрген кезде Изольданы кездестіреді. Изольда кездестіреді, дай погадаю деп артынан қалмаған екен, ашшы деп алақанын береді. Алақанын бергенде атын кім деп сұрайды, Шәмшімін дейді. Қай жерден, қай Шәмшісің дейді ана Изольда. Осындай Шәуілдірден. Ой, мен Изольдамын ғой дейді. Қай Изольда? Осындай баяғы баронның қызымын. Ойбай, айналайын, әкең қалай дейді. Әкем өліп қалған, қайтыс болған дейді. Содан тұрады да әкесіне көңіл айтуға барады. Изольдаға еріп үйіне барады да ағаларына көңіл айтады. Ана әннің ішінде тыңдасаңыз, мойыма, жігітсің ғой, қайғырма деген сөздері бар. Burada тек ғана қайғылы адамды жұбату ғана сөздері негізінде. Көңіл айту әні бұл сыған серенада деген. Бірақ енді соны халық ойлап қойған, Шәмші Қалдаяқов сыған серенадасында Изольдаға ғашық болды деп ойлаған. Сөзін шынына келгенде ол олай емес, ол көңіл айту әнді. Жігіт болсаң мойыма, қайғырма, басын көтер, гитараңды ал шырқат деген сондай бір әдемі сөздері бар ғой негізі сөзін. Соны мен бір айтам ба деп жүргенде осы бір негізі бұнда тарихта да айтқан дұрыс болды. Өте рахмет. Рахмет. Мінекей қалыпты кеніш қой, жаңа дерек менің жазғаннан да көрдіңіз бе, одан әрі тереңгі тарихқа кетіп жатыр. Кешегі тарих, кешегі Шәмші бүгін тарихқа айналды деген сөзіміз ке. Шәмшінің тағдыры да, тарихы да халыққа айналып кетіп жатыр. Сондықтан да айналып кетейін. Бұны тек қана бүгін емес, ертеңгі бір үлкен бір газетке осылай деп өзіңнің пікіріңді жазсаң, ел білсін, жұрт білсін шын мәнінде. Ол ойдан құралған ба, шын мәнінде солай ма, Изольда бар ма, жоқ па, мінекей өздеріңіз көздеріңіз жетіп отыр. Көрдіңіз бе? Сондықтан да бұлар енді мынау жаңағы ауылдан келген аруда да, сосын мына сыған серендасында да, енді Құдай қаласа Исағаның өзі айтып қалды, аты Мәжін, бірақ оның жаңағы заты қалады мүмкін, аты өзгеріске ұшырауы мүмкін, енді режиссердің қолында ғой. Сондықтан қазір енді осыны енді қолға алып жатқан екінші бір пьеса қазір Қарашаңырақтан шығайын деп тұр, жаңағы айтып қалды, күзге таман қойылып қалатын шығар. Онда да сол жаңағы ән бар. Менің өзім мына әнге жақындығымнан ба, әннің өзімде бар болған екен бе, ақындықпен қосып, көбінесе жаңағы әнді ала жүрем. Бір жағы ол менің ішкі бір өзімнің есебім басқа емес, табиғат солай. Өйткені ол ән менен поэзия, мінекей жағы драматургия жүрген жерде ол сөз жоқ көрерменнің жүрегін қабат деп есептеймін. Сондықтан да менің өзім бір стилім бола ма, өзім бір алған бір бағытым бола ма, Құдай қаласа, мен алғаш кейінгі осындай дүниелер жаза беретін шығармын деп есептеймін. Құдай қаласа, жаңағы қойлайын деп жатқан, дайындалып жатқан дүниеде енді іске сәт жарық дүние көрсін, сіздер көріңіздер.